Темекінің зияны. Салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін зиянды әдеттерден бас тарту қажет. Зиянды әдеттерге темекі, алкоголь, ішімдік, есірткі және уытты заттар жатады. Бұл заттарды ұзақ уақыт, ал кейде тіпті аз ғана уақыт пайдаланғанда организмда психикалық және тәндік тәуелділік дамиды. Зиянды заттарға әуестенудің барлық түрі ақырында ауыр науқасқа шалдықтырады. Бұл аурулар ұзақ әрі арнайы емдеуді қажет етеді. Адам зиянды заттарды пайдаланудан сақтану үшін олардың кейінгі зардаптарын білу керек. Темекі тарту, яғни никотинизм, зиянды әдет және нашақорлықтың бір түрі. Темекі түтіні адам организмі үшін зиянды және улы заттардың жиындысы болып табылады. Олардың ең бастылары никотин, синил қышқылы, көмір қышқылы, сірке қышқылы, азот, эфир майы және өкпе рагіне душар ететін әртүрлі радиобелсенді элементтер болып табылады. Олардың ішіндегісі ең улысы никотин. Адам ағзасы үшін бар болғаны бір-ақ тамшы, ол 10 мен 12 тал сигаретте болады екен. Никотин уы жеткілікті көрінеді сонда адамның денсаулығына. Егер сіз шылым шегетін болсаңыз, онда сіздің бойыңызда түрлі аурулардың дамитыны сөзсіз. Және сіз темекі шексеңіз, шекпеген кездегі өміріңізбен салыстырғанда өмірмен ертерек қош айтысуыңыз мүмкін. Темекі шегу адам ағзасының кез келген мүшесінің ауруларына әкеп соғады. Әлемдегі 5 өлімнің біреуі темекінің салдарынан келіп жатады екен. Темекі шегу өкпе эмфиземасына себеп болады және жүрек қан тамырлары ауруларын, қатерлі ісік ауруларын, сондай-ақ жүктілікпен туа біткен деформацияларды да дамыту қаупін айтарлықтай арттырады. Түбінде темекі шегу адам бетіндегі әжімдердің пайда болуын тездетеді. Сондықтан темекі шегетіндердің терісі шылым шекпейтіндердің терісінен қарағанда едәуір кәрі көрініп тұрады. Темекі шегуден бас тарту арқылы сіз өмір сүру ұзақтығын көбейту және ғұмырымыздың сапасын жақсарту үшін ең маңызды қадамды жасаған болып саналасыз. Темекі шегуді тоқтатқандар оны доғармағандарға қарағанда ұзақ уақыт бойы өмір сүреді. Мысалы, 50 жасқа дейін темекі шегуді тастаған жандар алдағы 15 жылдық өмірін ұзартқанмен тең. Темекі шегуді тоқтату өкпенің қатерлі ісігін, басқа да онкологиялық ауруларды, жүрек тоқтауы, инсульттің және созылмалы өкпе ауруларының даму қаупін айтарлықтай төмендетеді. Темекі шегуді тоқтатудың денсаулыққа пайдалы қасиеттерін салыстырғанда жеңіл салмақты жоғарылату немесе икемсіздік синдромы сияқты кейбір қолайсыздықтар туындамайды. Темекі түтіні және шылым шегудің зияны жайында. Темекі түтінінде 5000-ға жуық химиялық заттар бар. Олардың 200-і улы заттарға, ал 50-і қатерлі ісікке әкелетін заттарға жатады. Темекі түтінінде болатын кейбір заттардың біздің ағзамызға қаншалықты әсер ететіндігі жайында мәлімет. Көміртек тотығы дәмі мен иісі жоқ уландырғыш газ. Ол көп мөлшерде адам өлтіреді. Бұл газ көліктің түтін шығатын құбырынан да шығады. Мышьяк егеу құйрық уы. Цианисті сутегі, ол да оны кезінде фашистік концлагердегі камераларында пайдаланған газды зат. Аммиак дәретхана тазалау үшін пайдаланылатын зат. Формальдегид көзге көрінбейтін денелерді бояу үшін пайдаланылатын түссіз, иісі күшті газ дезинфекциялаушы және бактерицидтік агент ретінде де қолданылады. Түтін ингаляциясынан кейін денеде темекі түтіні қалыңдайды, ал бұл түтіннің 70%
өкпенің ұлпасына зақым келтіретін жабысқақ масса болып, көміртегі түрінде сақталады. Пиридин иттердің бүргелерін кетіру үшін қолданылатын зат. Никотин темекіге тәуелді ететін зат. Ол жүрек соғу жылдамдығын арттырады және ағзадағы қан мен оттегінің ағымын азайтады. Темекі түтінінде болатын бензопирен мен нитрозаминдердің өкпенің қатерлі ісігін тудыратынында қосуға болады. Хош иісті аминдер қауық пен кеуде ісігін тудырады. Формальдегид мұрын қуысының қатерлі ісігін тудырады. Бензин қосылыстары лейкемияны тудырады. Темекі шегу Д дәруменінің сіңуін нашарлатады. Оттегі мен қоректік заттардың тасымалдануына жол бермейді. Сүйектер біртіндеп тығыздығын жоғалтады. Остеопороз қаупі және ең аз әсерден сыну қаупі артады. Темекі шегетін адамдарда қан тамырларының тарылуы салдарынан оттегі мен қоректік заттардың бұлшық етке тасымалдануы бұзылады. Нәтижесінде адам физикалық тұрғыдан аз төзімділікке ие болады, ал бұлшық ет жарақаттары әлдеқайда ұзаққа созылады. Темекі түтіні өңеш пен асқазанның шырышты қабықтарын тітіркендіреді. Ашу сияқты асқазан проблемаларының белгілі бар. Никотин асқазан қышқылының сапасын, қан айналымын нашарлатады және асқазанға арналған гормондардың санын азайтады. Сонымен қатар тік ішек қатерлі ісігі мен тоқ ішек қатерлі ісігі қаупі айтарлықтай артады. Тамақтың және өңештің қатерлі ісігі, крон ауруы қаупі де артып кетеді. Бұл ішектің қабыну ауруы, ол өте жиі кездеседі адамдарда. Бірақ сирек темекі шеккеннің өзінде бронхтар тарылып, жөтел пайда болады. Сонымен бірге денені қорғау жүйесі нашарлайды. Адам жиі суық тиіп, баяу қалпына келеді. Қанның оттегімен қамтамасыз етілуі де нашарлайды. Адам неғұрлым ұзақ темекі шексе, соғұрлым өкпенің тіпті қатерлі ісіктің пайда болу ықтималдылығы жоғары болады. Қысқа уақыт ішінде темекі шегудің өзі терінің күйіне әсер етеді. Темекі шегушіде қан айналымы нашарлайды, бөртпеге бейім болады, бет терісі жұқа және құрғақ болады, терідегі жаралар баяу жазылады. Уақыт өте келе тері сұр реңге ие болады және серпімділігін жоғалтады. Оттегі мен қоректік заттардың жетіспеушілігі әжімдер санының көбеюіне әкеледі. Көптеген темекі шегушілер бұрынғыдан әлдеқайда үлкен көрінеді. Кейде темекі шегетін адамдарда тістердің түсі өзгеріп, аузынан жағымсыз иіс шығып, қызыл иек қабынады. Темекі шегушілерде дененің қорғаныс жүйесі әлсіз, сондықтан қабыну ауыз бен көмейде үнемі пайда болады. Тіс иегіндегі бактериялар қан ағымының ішкі бөлігіне оңай қол жеткізе алады. Тістердің мерзімінен бұрын жоғалуы және ауыз қуысы мен көмей қатерлі ісігінің пайда болу қаупі артады. Темекі шегу қан тамырларын тарылтады. Саусақтарының қан айналымы нашарлайды, саусақтардың температурасы төмендейді. Смола мен никотин саусақтар тырнақтарының ұштарын сары түске бояйды. Сондықтан ұзақ темекі шегетін адамдарда суық қолдар, қою сары саусақтар және саңырауқұлақ ауруларына бейім тырнақтар бар болады. Темекі шегетін адамның жүрегі оттегінің жетіспеушілігінен зардап шегеді. Оған жүктелген жүктемені жеңу үшін сіз диванға жатқанда да жүрек көп жұмыс істеуі керек. Қан тамырлары мен коронарлық артериялар біртіндеп тарыла береді. Бұл кенеттен артерия бітелуіне, оттегінің жетіспеуіне және некрозға әкелуі мүмкін, немесе жүректің тоқтап қалуына себеп болатын ауыр аритмия түріне ие болады. Темекі шегетін артериялардың қабырғалары серпімділігін жоғалтады, зақымдалады және холестеринді жинайды. Қан оңай айналады. Бұл қан ұйғыштарын тудырады.
Темекі түтінінің ағзаға зиянды әсерінің барлық сипатталған фактілері темекі шегудің салдары туралы ойланып, осы зиянды әдеттерден кем дегенде бір күн бас тартуға тырысуы керек. Бұл не береді? Ғалымдар осы уақыт аралығында жүрек соғу жиілігі мен қан қысымы төмендейтінін, және соңғы темекіден кейін 12 сағат ішінде қандағы көміртегі тотығы қалыпты деңгейге дейін төмендейтінін анықтады. Бір жыл темекі шегуден бас тартқаннан кейін қан айналымы мен өкпенің қызметі едәуір жақсарады. Жөтел мен ентігу азаяды, немесе мүлдем жоғалады. Жүректің ишемиялық ауруының даму қаупі 2 есеге азаяды. Зерттеулер көрсеткендей, егер сіз 30 жасқа дейінгі тәуелділіктен бас тартсаңыз, темекі шегуге байланысты аурулардың даму қаупі 90%-ға төмендейді. 50-ге дейін темекі шегуді жалғастыратын адамдармен салыстырғанда мезгілсіз өлім қаупі 50%-ға төмендейді. 60 жастан асқаннан кейін кешегі темекі шегушілер темекі шегетін құрдастарына қарағанда ұзақ өмір сүреді. Жүктілікті жоспарлау кезінде әйелдер контрацепцияны жиі қолданады. Темекі шегетін әйелдерде қан ұйығышының пайда болуы ықтималдылығы артады. Инфекцияға сезімталдық жоғарылайды және дененің қорғаныс жүйесі әлсірейді. Жалпы организм вирустар мен бактериялардың, соның ішінде жыныстық жолмен берілетін аурулардың әсеріне сезімтал бола бастайды. Ер адамдар қан ағынын нашарлатады. Бұл эрекция проблемаларын тудыруы мүмкін. Сперматозоидтардың саны мен сапасы төмендеуі мүмкін. Темекі түтінінің ағзаға зиянды әсерінің барлық сипатталған фактілері темекі шегудің салдары туралы ойланып, осы зиянды әдеттен кем дегенде бір күн бас тартуға тырысу керек. Бұл не береді деген ойға қалуыңыз мүмкін. Ғалымдар осы уақыт аралығында жүрек соғу жиілігі мен қан қысымы төмендейтінін, және соңғы темекіден кейін 12 сағат ішінде қандағы көміртегі тотығы қалыпты деңгейге дейін төмендейтінін анықтады. Бір жыл темекі шегуден бас тартқаннан кейін қан айналымы мен өкпенің қызметі едәуір жақсарады. Жөтел мен ентігу азаяды, немесе мүлдем жоғалады. Жүректің ишемиялық ауруының даму қаупі 2 есеге азаяды. Темекіні тоқтатқаннан кейінгі алғашқы сәттен бастап денсаулық жақсара бастайды. Темекіні тастағаннан кейінгі 20 минуттан соң қан қысымы қалыпты орнына қайтарылады. Аяқ қолдың температурасы оңтайлы мәндерге көтеріледі. 8 сағаттан кейін қандағы көміртек тотығы деңгейі қалыпты дәрежеге дейін төмендейді. 24 сағаттан кейін миокард инфарктісі мен кенеттен болатын кардиохирургиялық қауіп төмендейді. 2 және 12 аптадан кейін қан айналымы жақсарады, ал өкпе функциясы 30%-ға жақсарады. 1 және 9 айдан кейін жөтел, мұрын тұндыруы және максималды синустар, шаршау, тыныс алудың қысқа болуы, өкпе шырышты қабатының функцияларының қалпына келуі байқалады. Бұл жұқпалы аурулардың қаупін азайтады. 1 жылдан кейін стенокардия және басқа жүрек ауруларының қаупі 2 есе азаяды. 5 және 15 жылдан кейін инсульт қауіптері айтарлықтай төмендейді, яғни мидағы қан кетулер. 10 жылдан кейін өкпенің қатерлі ісігінің дамыту қаупі 2 есе төмендейді. Ауыз қуысының, кеуденің, өңештің, қуықтың, бүйректің және ұйқы безінің қатерлі ісігінің қаупі төмендейді. 15 жылдан кейін жүрек ауруының даму қаупі ешқашан шылым шекпеген адамдармен бірдей болады. Назарларыңызға рахмет. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын ағайын.